Сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тюрбанда трикотаж матадан тіккен оңай болады. Екі түсті мата алдым. Қоңыр түсті трикотаж вельвет мата. Екіншісі кәдімгі трикотаж мата. Астарлы матаның өлшемі кішірек болады, 13 см. Ал өз вельвет материалдың өзі 16 см. Жалпы ұзындығы 1,20 см. Екі матаны сыртын ішіне қаратып, машинамен тігіс жүргіземін. Астарлы мата мықты тұру үшін оң жағынан тағы бір тігіс жүргіземін. Келесі екінші жағында дәл солай біріктіріп тігіс жүргіземін. Екі жағынан тіккен матамызды оң жағынан айналдырып, әдемілеп үтіктеп аламын. Дайын болған бөлшекті үстел үстіне қойып, тюрбаның ең негізгі түйінін, узелін орысша айтқанда келтіріп, екі шетін қосып тігемін. Тюрбаның желке тұстағы ортасын тауып, матаның аяқталған жерінен бастап, түйінге дейін ине жіппен көктеймін. Екінші бөлігінде дәл солай қайталаймын, және оны түйінге дейін көктеймін. Енді төбеміздегі бөлікті біріктіріп, түйінге дейін көктеп аламын. Барлық көктелген жерді машина тігісімен бекітіп шығамын. Оң жақ бөлігінде, сол жақ бөлігін және үстіңгі бөліктерді. Тюрбанымыз дайын болып қалды. Түйінді әдемілеп келтіріп, қозғалып кетпес үшін ине жіппен бекітемін. Желке тұстағы тігісті де дәл солай ине жіппен бекітемін. Тюрбан дайын. Игілігіңізге жарасын. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, YouTube каналыма жазылып кет.